О, Жазира, қош келдің. Қош көрдік. Таныспайық. Мен есімім Тарқын деппін ғой. Таймас. Не болды, теряться едім. Жоқ, теряться еткен жоқпын. Рахмет деппін ғой. Талғат. Жазира болады. Жазира Талғат деген күшті естіледі екен, Қай мағынада? Жоқ, просто айтып жатқаным. Сұхбаттың бәріне осылай дайындаласың ба, или мен үшін ба мынау? Как будто романтический свидание сияқты. Жоқ. Бәріне осылай ғой. Просто байқамай қалған шығарсың. Бүкіл қонаққа осылай. Андай ойлап қалма, бір қызы келгенге бірінші рет қызы келді деп андай дайындалып, бір мына жерге гүл тағып, әтір сеуіп деп олай ойлап қалма. Бәріне осылай дайындалдым. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта актриса, блогерша, сұлу Жазира Еркін. Қош келдің, Жазикош. Қош көрдік, рахмет. Жазикош, енді мынау бірінші сұрақ. Жазира ханым деп айта беріңіз. Жазира ханым деген кішкене официальный болады ма? Енді біз таныс емеспіз ғой. Бірінші интервью. Жаңа таныстық қой, нормально. Жазира ханым дей беріңіз. Арамызда бір кетсін деген ғой, бір барьер. Бірден Жазикош деп, сен мені де пупсик деп, сразу солай бірден араласып кетсек деген ғой. Қалай? Жазира ханым деп бастай берейік та. Жарайды, Жазира ханым. Бізден мынау әлеуметтік желіде көп оқырмандар жиналып қалды осы сұхбаттың. Сол қонаққа өздері сұрақ қойғысы келеді да. Бір оқырманнан арнайы сізге бір сұрақ келіпті. Қандай? Өте бір бай жігіт екен, үйі бар, көлігі бар. Әдемі, красавчик жігіт. Жазира, номеріңді бересің ба депті, соның номеріңізді бере саласыз ба, мен жазып алсайын. Бермеймін. Номеріңізді бере саласыз ба? Подписчикке номеріңізді. Қуасың ба? Бермеймін. Бермейсіз ғой, Жоқ, просто бай жігіт қой деген. И чё? Не, мен бай болса беруім керек па? Бәріне кім көрінгенге номерін беріп отырады. Жарайды, енді олай ашуланып не керек бар енді? Мен жай міндетім подписчик сұрап, мен айтып енді кішкене ойланып сұрақ қойсайшы сен. Зачем олай ашуланып, енді оны зачем? Жоқ, мен ашуланып отқан жоқпын, просто айтып отырмын ғой. Бермеймін, все. Номер ғой жай, әшейін тек бере салуға да болады. Не істейміз, Жазира, береміз бе, бермейміз бе? Болды ма, басқа сұрақ жоқ па? Давай мен кете берейінші. Жоқ, міне, зачем олай? Ашуланып, кішкентай бір номерге бере салса да болады. Бір мен сұрап отқандай. Все. Вообще, Талғат, мен сен көрдім осындай нарезкаларыңды ше, тиктоктан, инстаграмнан ба бір жерден. Осындай глупый сұрақтар қоясың. Не надо? Қоясың ба, нормальный сұрақ қой. Болмаса мен жүре берейін. Неге ол айтасыз, Жазира ханым? Талғат, менде уақыт жоқ. Жоқ, менде адекватный адамдарымыз, Жазира. Ну все тогда, давай. Ересек, иә? Нормальный сұрақтар ол. Бәрі нормальный, ашық, сұхбат. Уайымдамаңыз ешқандай да. Жазира? Жанболат қайда? Жаңа ғана айттым ғой. Ондай глупый сұрақ қоймай қой. Во-первых, мен ол Жазира емеспін. Жоқ, міне, білемін ол Жазира емес екеніңіз. Енді не үшін сұрап отырсың оны? Просто Жанболат қайда деген ғой, ол кісі жоғалып кетті. Мүмкін біліп қаласыз. Мен қайдан білем? Жарайды, енді ашуланбаңыз. Болды. Жазира. Питьевой с ума? Иә. Можно же, да, пить? Соғыстырып. Жарайды.
мен негізі сізді бір жерден көрген сияқтымын. Сериал, фильмдерден көрген шығарсыз. Немесе Инстаграм, ТикТок. Жоқ, ондай неден емес, әлеуметтік желіден емес, именно бір жерден. Магазиннен ба, тамбурдан ба. Абай Байтұрсынұлы Мери деген дүкенде болған жоқсыз ба, вторник күні? Бір жерден көрдім. Жарайды, есіме түсіремін қазір сұхбаттың соңына дейін. Ары қарай сұрай беріңізші. Қазір. Жазира, сіз бір интервьюда ондай барлығы қашан күйеуге шығасың деп уже шаршатып жіберді деп айтыпсыз. Енді мен түсінемін, әбден енді қыз баласына еще қиын. Қайта айта берсе шаршап кетесіз. Уже соңында просто өтірік жауап бересіз андай. Иә, бұйырса келесі жылы дей саласыз ғой енді өтірік. Иә. Енді мен түсініп тұрмын. Бірақ енді осы біздің сұхбат ашық қой. Бұл жерде шыныңызды айта аласыз ба? Жалпы қашан тұрмысқа шығасыз? Жасыңызда келіп жатыр деген ғой. В смысле? Жоқ ондай. Ешкім жасаймайды ғой деп. Не дегіңіз келіп тұр сонда? Келесі сұрақ. Не дегіңіз келіп тұр? Жоқ, ондай ештеңе емес. Болды ма осымен? Жоқ. Мен жүре берейін. Болды, қазір міне. Су ішіп, жүзім жеп отырыңыз. Жақында Қызым деген фильм шығады екен. Сіз сол жерде, иә? Иә. Сол Қызым фильмінде түсірген режиссер түсірілімде сіз ойнаған сахнада өзі жылап қапты. Неге жылады негізі? Айта аласыз ба? Ол жерде өте эмоционалды сахна болды. Әкесі мен қызының арасында. Соны көріп, режиссердің де көңілі босап кетті да. Сондай ма? Иә. Мен ондай бір күшті бір қызық бір нәрсе болды ма деген бұл. Жалпы сол Қызым фильм түсірілімде бір қызық оқиға болды ма бір? Айтып бересіз ба бір? Енді настроеңіз онша емес болып отыр, енді түсініп отырмын, бірақ андай бір жақсы нәрсені еске алайық деген ғой. Дұрыс алып кішкене. Енді бірден еске түспейді ғой ондай қызықты жағдай, бірақ негізі түсірілім Екібастұзда болды ғой. Соған жақын төңірегінде Торайғыр деген елді мекен бар. Судың жағасында түсірілім болған. Бүкіл түсірілім командасы бәріміз сол жерге бардық. Күн ысып тұрған кез ол жақта қара құрт өте көп екен. Сосын съемка басталып кетті да, уже түсіріп жатыр. Мен сахнаның сыртында тұрмын, получается. И өйтіп ассистенттермен тұрмын, тишина дейді да. Тишина дейді да. Сол кезде мен үндемей тұрмын да, бүйтіп аяғым астына қарасам, бүйтіп дәу қара құрт кетіп бара жатыр да маған қарай. Тұрам да ананы деп айтып үлгермеймін, и бір звукорежиссер келіп тәпішкесімен ананы өлтіріп тастады да. Вот сол кезде мен соны қатты қорқып кеткенім бар. Сондай қызықты жағдай болды. Сол фильмде Баян Мақсатқызымен бірге ойнапсыз. Иә. Сол кісі номерін бере саласыз ба маған? Тағы кім номері керек? Сосын ана қыз бар еді ғой, тоже сол фильмде. Қай? Үлкендеу кісі ойнаған. Гүлшат Тутова бар еді ғой, иә? Сосын, болды ма? Болды. Басқа ешкім номер керек емес пе? Сен мені номер сұрауға шақырдың ба, или что? Жоқ, сұхбат қой, ашық сұхбат. Давай енді нормально сұхбатты жүргізейік та, мен кете берейінші. Просто мынандай глупый сұрақтар қойып жатсың да, мен как будто мына жерде ерігіп келіп отқан сияқтымын. Жоқ, бұл солай ғой, формат ашылып, осылай бастаймын. Енді ашылатын формат болса, мені ашатын сұрақ қой. Былайынан
басында қыздыру үшін ғана осындай сұрақтар өзі бүйтіп келіп Вообще қыздырып жатқан жоқсыз. ашылып. Бәрі жақсы ғой, Ассалаумағалейкум. Сізге доставка гүл. Гүл? Иә? Точно бүгінге ме? Иә, Талғат Тынбайға бүгін деп тұр ғой. Жоқ, мен ертеңге еді ғой, мамам туған ертең ғой. Бүгін деп жазып тұр, мен білмеймін аға. Енді бүгінге жарайды онда. Мен как раз міне сұлу қыз Жазира отыр екен, осы кісіге бұйырған екен сізге. Рахмет. Шатасқан ғой, курьер. Рахмет. Мен ертеңге деген ғой. Мынау менің любимый гүлім ғой. А, солай ма? Иә. Мәссаған. Совпадение қалай, Мамам да еще любимый гүлі. Да? Иә. Жалпы ұқсайсыздар. Сен что-то совпадение деп подкатывать етіп отырған жоқсың ба? Подкат? Мен бағанан бері андай сұрақтар қойып жатсың, типа номеріңді бер деп, как будто мен түсінбей қалатындай. Гүл. Мен сонда қырындап отыр деп отырсыз ба сонда мені? Олай емес па? Күлкім, бұл қалай, бұл Жазира? Мен бір кішкентай балам ба? Бүйтіп кішкентай бала ұқсап бүйтіп шеттен бүйтіп қырындап отырмаймын. Мен еркекпін ғой мен. Мен қырындасам Жазира. Мен кәдімгідей нақты. Мен мужик. Мен солай, мен түке айтам. Олай бүйтіп курьермен оны. Все, жарайды. Зачем? Маған беріп тұрған букет қой онда. Беріп тұрған. Өйтіп қырындады, анау, бүйтіп. Зачем? Әлі енді кішкентай шығарсың мүмкін, қарындасым ау. Ау? Өмір көрмеген шығарсың мүмкін, қарындады деп ойлап жатқан шығарсыз. Сен қай жылғысың? Қарындасым ау. Қай жылғысың? Мен қай жылғы бересің? Ай. Желіде әр образдан өмірлік сабақ аламын деп айтыпсыз. Иә. Мынау Дастиш, Фантастиш фильмнен қандай сабақ алдыңыз? Неміс тілінен сабақ алдым. Неміс тілінен. Керемет. Жазира, рұқсат болса, енді менің жан досым бар да, өзі ауылда тұрады. Сіздің прям жанкүйеріңіз қатты сізді жақсы көреді. Бірақ мүмкіндігі жоқ та бүйтіп қалаға келуге, өзі ауылда. Соған видео сәлемдеме жолдай аласыз ба? Тура қазір ба? Иә, өтініш. Айтып прям сәлем деп ше. Есімі кім? Талғат. Точно Талғат па? Иә, мен жан досым бала кезден. Талғат сәлем деп андай. Типа аттассыңдар ма? Иә. Мен сізді жақсы көремін деп сөйтіп айтасың ба? Мен айтуым керек па? Мен сені жақсы қатты жақсы көреді сізді, соның мәз болып қалсын деген ғой. Енді ауылда өзіңіз білесіз ғой, мал бағады. Ладно. Мен сені жақсы көремін деп соңында бүйтіп камераны жарайды кереміз. Просто мен сені жақсы көремін деп. Талғат, сәлем. Мен Жазира Еркін. Маған жанкүйер болғаның алғысым шексіз. Саған шын жүректен бақыт тілеймін. Мен сені жақсы көрем. Десем болады шығар, иә? Рахмет сізге. Рахмет көп. Көріп жүрген қазір, дұрыс түспей қалды мүмкін. Тексеріп ал, иә? Иә. Бақыт тілеймін. Мен сені жақсы көрем. Қазір тағы бір көрсем. Сәлем. Мен Жазира Еркін. Маған жанкүйер болғаның алғысым шексіз. Саған шын жүректен бақыт тілеймін. Мен сені жақсы көрем. Талғат. Келесі сұрақ қоя берейін, Сіз актрисасыз. Енді әртүрлі образ сомдайсыз ғой. Иә. Қазақстанда орташа бір жайский актрисаның рөлін сомдап бере аласыз ба? Жоқ, пока бастамаңыз. Жоқ, мен өзім айтамын, сіз бастайсыз ғой. Сіз бастап Мен бастаған жоқпын.
сіз бастап қойғансыз жазира ханым. Мен өзім айтамын, міне бар. Талғат, мен бастап жатқан жоқпын. Жарайды, бастай ойнай беріңіз, жарайды. Ойнай беріңіз. Давай басқа сұрақ қойшы. Шықпайсыз иә образдан. Ей, Талғат. Жарайды, мен сендім, жазира ханым. Мықты актриса екенсіз. Талғат. Давай нормальный сұрақ қой. Міне нормальный сұрақ келдік. Бірақ шынымен негізі мықты актрисасыз. Андай Оскар алмайтыныңызды білсеңіз де кәдімгідей қоймайды екенсіз до конца бүйтіп. Ойнай беремін мен. Оскар айтпаса шындық қой, жоқ. Алмайсыз ба ешқашан. Мен шындықты айттым ғой, бірақ қызық премияда да алмадыңыздар ғой деген ғой, даже статуэтка. Жоқ, мен андай сізді кемсіту үшін айтып отқан жоқпын. Мен керісінше жаным ашып, біздің осы сұхбаттың бағдарламаның атынан сізге өзіміздің номинация, Оскар болмаса да Асқар деген номинацияны ұйымдастырдық. Ендеше, құрметті достар, Асқар номинациясы үздік орташа үздік орташа деген ортан қол актриса. Ендеше бастаймыз. Номинацияны. 4 бізде үміткер бар, оны айтып өтейін. Бірінші номинант Бажа сериалы Жазира Еркін. Екінші номинант Пәленшеевтер сериалы Жазира Еркін. Үшінші номинант Солай болып қалды фильмі Жазира Еркін. Және төртінші Тастиш фантастиш фильмі Жазира Еркін. Ну, типа, сенің номинанткаларың, иә? Оның бәрі мен ғой. Жоқ, интриганы бұзбасаңызшы, мен әлі жеңімпазды анықтаған. Жоқ, сен мен айтып жатсың ғой. Жоқ, міне енді айтайын деп отырмын. Біреу ғана бұның жеңімпаз. Айтшы. Және де жеңімпаз, құрметті достар, өзім қобалжып кішкене. Жазира Еркін. Құттықтаймын сізді. Асқар премиясы. Че, охренел, что ли? 1200 теңге тұратын. Есің дұрыс па сенің? Жазира, адекватный мы. Взрослый. Зачем так? Ты неадекватные вещи сейчас говоришь. Жазира. Не. Руку убери. Мы сейчас адекватные, Жазира. Кеттің. Жоқ, міне соңғы сұрақтар қалды. Қандай сұрақ? Сен келгелі нормальный сұрақ қойған жоқсың ғой маған? Болды міне. Бұл андай монтажды алып тастаймыз. Бәрі нормально, Жазира. Ертең шықсын, қайрамайсың. Жоқ, монтажда әдемілеп, әдемі бір жақсы сұхбат болды ғой. Алып тастаймын ғой бәрін. Жазира, сіз туралы біраз ақпарат іздедім әлеуметтік желіде. Сөйтіп анкетаңызда болдым, киноға қоятын. Сода бүйтіп жазыпсыз, есімім Жазира. Дұрыс, иә? Иә. Жынысы әйел деп тұр. Келсес қой. Иә. Салмағым 55 килограмм деп қойыпсыз. Иә. Бұл қашан негізі бір 5-6 жыл болды ғой, бұл анкетаға? Сен не деген кеп тұрсың да? Ондай ұзақ болған сияқты. 55 килограмм. Мен типа толып кетті деп тұрсың ба? Жоқ, толып кетті емес. Чуть-чуть қосты деп айтым келген ғой. Чуть-чуть. Андай, мына жерлеріңіз онша емес деп ма? Сен
шығарсың. Өзіңді былай негізі ұзақ отырып қалдым деп ойламайсың ба? Сен артық кеттім деп ойламайсың ба? Жоқ, андай сен ойлағандай мағынада емес. А? Мына жерде ұзақ отырып қалдық деп ойламайсың ба деймін да. Кішкене жүріп бірге саябаққа барып ауа жұтып мүмкін. Кешке не істейсің? Мүмкін киноға барамыз. Как раз қолымнан ұста деген фильмге барсақ. Қалай қарайсың? Вакуумнайдың номерін алып алу керек. Тағы да ассалаумағалейкум. Десерт заказ беріпсіздер. Десерт? Иә, сол. Ертеңге ғой ол. Бүгінге деп тұр ғой сол. Бересің, иә? Ертең маманың туған ертеңге десерт заказ берген ғой негізі. Жарайды енді. Тұра берсін. Жазира десерттен. Ертеңге дейін тұрсын, мамаңа апарасың. Біздің бағдарлама атынан сізге сыйлық массаж. Массаж жасайтын мастерді шақырасыз ба? Ол кісі келген жоқ. Қалай келмеді? Блин, айтып қойдым ғой мен енді. Жарайды өзім жасай салайын. Отыр. Жоқ, мен еркекпін айтып қойдым ғой. Отыр. Еркек екі сөйлеген. Керек емес. Жалпы енді сізге қандай жігіттер ұнайды негізі? Харизматичный жігіттер ұнайды. Мықты жігіттер ұнайды. Барып жүрмін негізі 1-2 ай болды. Бокс. Бай жігіттер ұнайды. Бар негізі 1-2 тема. Ататын темалар бар негізі. Түсу керек. Иманды жігіт ұнайды. Енді шүкір ғой. Осы күнімізге де. Қанағат. Сальто жасай алатын жігіттер ұнайды. Сальто? Точно, иә? Сальто. Жазира точно сальто дедің, иә? Иә. Прям. Че там? Мынау өліп қалған жоқ па? Қараңдар. Ну и экстремальный спортпен айналысатын альпинист жігіттер ұнайды. Келесі сұрақ. Көше берейік. Тағы да ассалаумағалейкум. Сізге доставка, обручальное кольцо. Обручальный бүгінге ма тағы да? Бүгінге Талғат Тыныбайға деп тұрсыз ғой сол. Мен ертеңге беріп едім ғой маманың туған күні. Жарайды енді, как раз Жазира отыр екен, как раз Сахина, обручальный. Сөз сөйлей салайын, онда. Как раз сөз сөйлей салайын. Жазира, менің қызым боласың ба? Қызым? Иә, қызым. Мен уәде беремін, бүкіл минустарын мен қабылдаймын сені. Көп болса да минустарын. Прям Оскар керек емес маған. Орташа актриса болсаң да мен қабыл етіп шығамын берсе. Сосын тағы бір не бар, нюанс. Ну, Сахина, сестренкам бизнес еді ғой. Слушай, Охренел, что ли? Ой, мойным. Жазира. Мен сені ынтымақ деген авашымда көрген екен ғой.